Ұстаз, осы әжетханада түкіруге болмайды деп еді, соған бір ойыңызды айтсаңыз, пікіріңізді. Ақиретте былай алдымыздан шығатын нәрсе. Толла вагон түкірігің жайында қалады жаным. Осыны айтқандарға таң қалам да, неге намаз алдыңнан шығады деп айтпайды, өсек айтқан шықпайды, адам өлтірген шықпайды, ұрлықтарың шықпайды, коррупция шықпайды, енемен жұлысқан шықпайды, қайнатпенмен раснас балдызбен төбелескен шықпайды, күйеуіңнің ақшасын ұрлап төркініңе берген, чүт өзіңе бір нәрсе қылып жаратып жіберген, қасты жұлған шықпайды, тіліменің 2 метрің шықпайды, Назарбаев пен Тоқаевты жамандағаның шықпайды, неге түкірген шығады? Қызық, біздікілер тауып алады осындай нәрселерді. Ана айтатын нәрсе жоқ кезде дейді, адам көп сөйлейді дейді ғой. Тура сол сияқты. Бұл болмайтын, түкке тұрмайтын. Түкіре бер, маған десең қақыра бер. Бірақ ана потолокқа түкірме, стенаға түкірме, есікке түкірме, отырып алып. Қазір ода деп түкіріп отқан. Солардың ең ұятсыз нәрсе. Ұстаз, мысалы, күйеуі әйеліне кет деп атса, ол сол жағдай түсіндіріп кетесіз ба? Жоқ, күйеуің саған кухняға кет деп атқан шығар. Телевизор көріп жатырмын, футбол көріп жатырмын Катардағы. Мешет етпе, кухняға кет, ваннаға кет, балконға кет деп жатқан шығар. Обязательно кет десе кету керек па не? Жоқ, дұрыс емес. Біріншіден, екіншіден, еркектер кейбіреулер бар, көп сөйлейтін еркектер бар. Әйелмен ерегісіп, әйел болып қалғандар бар. Енді олар кет десе кете берсең, семья болмайды жаным. Кет десе өзің кет де. Сөйтіп шамаң жеткенше кетпеуге тырыс. Кет десең кеттім, жақсы, кете алмай жүр едім деген дұрыс емес. Тағы сосын мынандай сұрақ бар, үйде гитара, барабан, сондай ұстауларға пікіріңіз қандай, соны айтып кетсеңіз. Бір сондай бір сұрақтар тауып аласыздар да. Не болады? Ештеңе болмайды. Сіздер нағып осы тілменен боғауыз сөйлегенде сұрамайсыздар. Неге жалаңбаш, мысалы, сіздің суретіңізде, мысалы, аккаунтыңызды көріп тұрмын. Шашыңыз ашқан, неге шашымды ашып жүрсем не болады деп сұрамайсың сен. Барабан тұрса не болады? Барабан тұрса барабан болады. Гитара тұрса гитара болады, басқа ештеңе болмайды. Бірақ сондай бір мелочь, үйде барабан тұрса періште кірмей қояды күнде. Не, как будто бір періштелермен күнде кездесіп жүргендей сөйлейсіздер да? Періштеге күнде көріп, ассалаумағалейкум, братан деп жүргендей. Бұл басқа нәрсе қалып қалғандай, басқа нәрсе бітті ме не сұрайтын? Үйде арақ тұр сенде, шампанский тұр сандықтасы тығылып. Үйде өсек бар, өтірік бар, ғайбат бар, зина бар, басқа күнә бар. Жоқ па оның бәрі. Чай ішіп отқанда күшті отырасыздар ма? Бисмиллахир-рахманир-рахим деп отырасыздар ма? Кетеді ғой, неше түрлі сөз, президент бәрін бітшін шығарасыздар. Ол кезде сіздер шариғат сұрамайсыздар. Шариғатта харам ба, харам емес пе? Енені жамандағанша, күйеуің кетіп қалғанда, ана өзің сіңлің келгенде, осы енең қанымды ішті бар ғой, осы өліп қалса екен дегенді сұрамайсыздар ол. Ол нормальный ол. Қайын сіңлім вообще шайтан, вообще оңбаған. Оны жүргіш қып тастайсың, апарып мусорға сүйреп апарып тастайсың. Оған керек кезде оны сұрамайсыздар. Ал енді бір үйде гитара тұрса не болады, барабан тұрса не болады? Барабан болады дейді, басқа не болады? Ештеңе болмайды. Анау харам, мынау харам. Сұрайтын нәрсені сұраңыз. Харамның түр-түрі тауылып жатыр ғой үйде. Жоқ, оны сұрайды. Бүйтсе не болады? Үйде вино тұруға бола ма десең, үйде вино жоқ па не? Сол қызықта бізге бір жұмыртқа тауып алса, тауық өліп қалса, содан баяғыда бір сұра десе сұрайды, Ибрахим пайғамбар құрбан шалды ғой дейді, баяғыда дейді, соның терісін не істеді дейді. Не істеді? Аяғына төседі, Қытайға өткізді. Маңызды ма дейді сол не істегені? Бір болмайтын бір нәрсе естіп алады, бір ұстаздан, бір имамнан бір нәрсе естіп алады да, содан кейін сол шұқып әкеп тұрып бүйтіп сұрайды. Одан басқа нәрсе толып жатыр сұрайтын. Күнәдан былай, күнәнің ішінде бүйтіп шомылып жүреміз да. Соны сұрасаңыздаршы, осы күнә ма, қаншалықты күнә, қашан қойсам болады, осы өсек деген бәлені қоя алмай жүрмін, қалай қояйын өсекті десірсең, жарасыпты. Соны ойланамыз, кітаптарды оқимыз, қалай бұл өсек деген бәлені қалай қоямыз дейміз. Жоқ, бізде гитара бола ма, сурет салуға бола ма деген сияқты. Сосын мынандай тағы бір сұрақ, ана өмірде мысалы адамдар бірін-бірін көре ме? Көреді, бәрін көреді, бәрін таниды. Бүкіл президенттерді көресің, Ленинді көресің, Сталинді көремадық қой, Сталинді көрген кесе Сталин тұрады, мұртымен бүйтіп көресің, қорықпай қой. Чапаевты көресің, бүйтіп тұрады, кәпірлер жағында тұрады. Біз проблема сол жағына түсіп қалмайық та, солар жаққа. Проблема сол. Әпкемді іздедім, ананы іздедім, мынаны іздедім деп. Сіз істемесіз, сауап іздеңіз, құлшылығыңызды іздеңіз.
Құдай қай жағында тұрғызар екен, кәпірлер жағына түсіп қалмайын, мұсылмандардың қылығын жасайын, соны үйренейін, намазға жығылайын, құлшылыққа келейін десең, сонда бәрін көріп тұрасыз, Құдай қаласа. Мысалы мынандай сұрақ бар да, бір адам айтқан, енесі келіннің қызын иттің қызы деп ұрсады екен да. Сол туралы ойыңыз қалай? Сондай ғой. Ол енең баланы айтып тұрған жоқ. Ол саған посыл келіп жатыр. Сенде мәселе бар деген сөз. Айтса түзел, ештеңе жоқ. Айтады, үлкен кісінің аузы мен жабамыз ба, сен жабасың ба, мен жабам ба? Мүмкін қате шығар. Қате болса өз жауап береді жаным. Сіздер алысатын нәрсемен алыссаңыздаршы, тағы да айтамын. Бізде енемен алыса бересіздер. Алыспаңыздар енемен. Сізде не басқа проблема жоқ па не үйде? Күйеуіңмен алыс, кухнямен алыс, шкафпен алыс, комодпен алыс, холодильникпен алыс, міне толатын нәрсе. Білімізде талпын, кішкене тәлім алу, интернетте тола. Қаншама торт үйретем, шоколад үйретем, гүл үйретем, соны оқы, кішкене талпын, өзіңді дамыт, сол кезде тебе не да ене будет. Түсінесің бе сен? Ене деген қалып қалады мына жақта. А сенің жұмысың бір күйеуді аңду, телефонын аңду, яғни күйеуді емес, телефонын аңду, одан кейін барып, енен аңду. Бұл басқа сенде жұмыс жоқ. Содан кейін проблема осы жерден келіп шығады. Қой о нәрсені. Аллах Тағала жақсылықты, жамандықты жеңу үшін дейді, жаманшылықты жеңу үшін. Адам жақсылыққа ұмтыла беру керек, жаманшылық өзі кетеді. Біз басқа нәрсеменен алсамыз да, ол дұрыс емес. Оны уже түзет, ол 50-ге келіп бәленбай бала туып, бір күйеуді шалғып қартайтып біткен кейіне ол. Ол шаша қарып кеткен сен қайнатаң, өліп таған шығар же. Енді соны жеңген адам, сен келін мен жеңем дейсің, жеңемейсің сен, қой оны. Сосын соңғы сұрақтардың бірі, мынандай сұрақ, адамға ойнап, жаңағыдай жаман сөз күліп, боғау сөз айтуға бола ма? Ойнап. Ойнап, пышақ тығып алса. Мен әділеп тыққан жоқпын, просто пышақта сен ойнап тығып алдым бүйтіп десе қалай болады? Адамды сондай сөздермен айту пышақ тыққаннан ауыр. Мына тілдің тығуы құлақтан кірген суық сөз жүрекке барып мұз болады дейді. Сен айуанчик десе қалай болады? Айуанчик десе күшті боласың ба, күлесің бе, жаның кіре ме? Болмайды ғой. Адам жақсы сөз қолдану керек. Мысалы, ұятсыз сөзбен айтсаң, бірақ еркелетіп айтсаң, мағына өзгере ме одан? Мысалы, шешеңнен боқтайтындар, соны жұқалап айтса, жұқалап әдемілеп мягкий айтса, ол боғауыз болады ғой бәрібір. Какая разница? Сен қалай айтасың? Ол тура не сияқты? Баяғыда бір имам айтыпты Инстаграмда. Дикий қабан, не дикий қабан, кока-кола ішетін қабан, бешбармақ жейтін қабан, тамыр жейтін қабан, үйдегі қабан, далада қабан деп тура сол сияқты жай боқта, күшті боқта, қазақша боқта, орысша боқта, немісше боқта, боқтағанда ішіңнен боқта, сыртыңнан боқта, нежный боқта, грубый боқта, бәрі боғауыз, бәрі харам. Тағы мынандай сұрақ, ол хит болып кеткен сұрақ шығар. Мысалы, бәйбішесіне айтпай тоқал болса деген, соған қалай ой? Жігіт кепті. Екінші әйел алып жатырмын, некесін қиып беріңіз деп. Соны бүйтіп әйеліне қарадым да айттым, сіз екінші әйел болуға жарамайсыз дедім. Неге жарамаймын деді. Айттым, сен семіз екесің дедім. Семіз болса не болады деді. Бұның бірінші әйел білмейді сені дедім. Иә, білмейді дейді. Айтқан жоқпын мен оған дейді. Білген күні дедім, сен шашыңды жұлады, сен ол бірінші әйел арық дедім. Фигурный едім. Сен семізсің, сен қашамайсың. Сені қуып жеттіріп шашыңды жұлады дедім. Онда мен үйленмеймін деді, күйеуге шықпаймын деді. Дұрыс дедім, шықпа дедім. Шашыңды жұлады сен дедім, дайдала бер дедім. Ондай құрсын дейді. Мен бұл айттым деп айтады, бұл өтірік айтып айтқан жоқ дедім. Духы жетсе, ол прямой алады. Міне келіп отырғызады, бірінші әйел отырады, сөйтіп неке қияды. Олардың өзі кейін құлақтан теуіп келет етіп кетеді. Ондай да көріп жатырмын. Қазақстан атын айтпай-ақ қойын, бір сұмдық біреу бар бізде. Инстаграмнан түспейді, сөйлегенде сұмдық біреу сөйлейді. Екі қатыны бар. Екінші қатыны маған күнде жылап. Менің күйеуім айтыңызшы, бүйтіп жатыр, мені ұрып жатыр, менің баламды қарамайды, бізге ақша бермейді, бүйтті, сөйтті деп. Инстаграмнан түспейді, бәрің білесіңдер. Атын айтсам, құлап түсесіңдер. Айтпай-ақ қойын. Тура сол. Сондықтан аласың ба, шамаң жетсе, дұқың жетіп ал, көрсетіп ал. Шалмайсың ба, сол бірінші әйелдің етегін тыныш ұстап ота бер. Сол жер жақсы өзі, сол жер қолайлы. Сөйте айналайын. Құранда өзі, Аллах Тағала өзі айтқан, біл-уахида, бірінші әйел қайырлы сендерге дейді, бірақ әйел қайырлы дейді. Сол бір әйел ұста. Алла өзі жаратқан ғой бізді, біз біледі, біз қайсы екенбізді. Просто енді жатып алып, армандай бер енді, тоқал деп, 85 келгенде алам деп ойлай бер енді. Ол да жақсы. Орыста айтады, мечтать не вредно дейді.
Соңғы сұрақтардың бірі, дикий қабан харам ба, харам емес ба? Дикий қабан, не дикий қабан, добрый қабан, дрессированный қабан, ақылды қабан, умный қабан, сөйлейтін қабан, үйдегі қабан, даладағы қабан, сникерс, кока-кола ішетін қабан бәрібір харам. Неге? Өйткені оның жаратылысы полностью әуел бастан харам. Ол жегеннен емес. Біреулер бүйтеді да, ол дикий, ол далада тамыр жейді, үйдегідей мусор жемейді дейді да, ана балшыққа аунамайды дейді. Разница жоқ. Сен оған бешбармақ берсең де ол арам. Оның полный жаратылысы арам. Сол үшін жеуге болмайды. Дикий, не дикий роль ойнамайды ол жерде. Добрый болса да даже. Сөйлейтін қабан болса, добрый утро деп тұрса да бәрібір арам. Жеуге болмайды. Біреулер сондай шығарып, ол дикий ғой деп. Үйдегісі арам, анау арам емес дейді. Жоқ, арам.